Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, құрметті оқырман, құрметті шаруа қожалықтары. Есімім Ерлан Арын. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау арнасы. Біз бүгін Қостанайлық трактор шығаратын заводтың қонағындамыз. Алдарыңызда 922.3 үлгілері, 920М үлгілері, одан басқа барлық МТЗ Қазақстан шығаратын завод үлгілеріне тоқталып, сәл шолу жасаймыз. Міне әп-әдемі жаңадан шыққан тракторлер. Бұл цех дайын тракторлерді жинап, шаруа қожалықтарына жеткізуге арналған цех. Осы жерден фураларға салынып, әр Қазақстан бойынша, Өзбекстан бойынша, Қырғызстан бойынша, Орта Азия елдеріне осы жерден жіберіледі. Міне әп-әдемі 920.2. 920.2 сәл ғана шолу өткізсек, бұл сол 82-1 920М деген тракторлерге шолу жасадым. Дәл өзі қозғалтқышы D243 81 атты күші бар. Айырмашылығы тек қана алдыңғы көпірінде. Мұнда 82, бірақ мосты көпірі осындай күшейтілген балка. Қозғалтқышы турбинасы жоқ. Тек қана айырмашылық осы алдыңғы көпірінде және де алдыңғы доңғалақтарында. Белшина доңғалақтары. Оның өлшем бірлігіне келетін болсақ, 360-70, радиусы 24. Артыңғы доңғалағы ол да белшина болып табылады. Оның өлшем бірлігі 18-4, радиусы 34 радиуспен келеді. Ішіндегі дәл сол 82-1 920М деп, олардың шолуларын қарайым десеңіз, олардың шолулары бар. Осы YouTube арнасына тіркеліп, қалған видеоны қарасаңыз болады. Алдарыңызда Беларусь 1523. Бұл тракторлер ауыл шаруашылығына, егін шаруашылығына арналған, соқалармен жұмыс істеуге, үлкен борыналармен жұмыс істеуге. 148 атты күші бар. 6 цилиндрі бар. Объемы, жұмыс істеу қозғалтқышының объемы 7,12 литр. Максималды айналым ньютон метрге санасақ 622 айналым. Алдыңғы противовестары бар. Мосты алдыңғы балка күшейтілген. Осы тракторлер көбінесе ауыл шаруашылығына қолданады. Фаралары, дизайны негізі заманауи. Доңғалақтарына келетін болса, артыңғы доңғалақтардың өлшем бірлігі 550-70, радиусы 38. Алдыңғылары 420-70, радиусы 24. 6250 килограмм таза салмағы осы трактордың. Алып трактор. Ілмелі аспапқа келетін болсақ, гидравликалық 3 парасы бар. 3
артындағы ілмелі аспаптың жүк көтеруі 6,5 тонна. Гидравликаның максималды қысымы ода 55 литр. 55 литр. Одан кейін насостың, сорғыштың өнімділігі 55 литр минутына. Гидравликалық бактың сыйымдылығы 35 литр. Осындай трактор алдарыңызда. Муфтасы мында трансмиссиясына келетін болсақ, муфтасы құрғақ. Қозғалыш қорабы синхронды, 16 беріліс алға, 8 беріліс артқа. Артыңғы вомы енді 540-100 оборот минутына дейін. Ол енді стандарт. Дизайны міне дәл көріп отырғаныңыздай әп-әдемі трактор, заманауи. Потологына дейін 3 метр биіктікте. Трактор өкінішке орай жабық. Сондықтан ішін көре алмаймыз, бірақ біз осылай қарап аламыз сіздермен бірге. Қабы жатыр зип. Беріліс қорабы, артыңғы мост, көпір, кешіріңіздер, көпір деп аталады, мост деген кардандары. Карданды қазақша қалай айтады екен? Алдыңғы мосты, көпірі. Құрметті ағайын, осындай бейне түсірілімдер көп болады. Осы YouTube арнасындағы ең алғашқы тұңғыш YouTube желісіндегі қазақ тіліндегі техника талдау арнасына қош келдіңіздер. Тіркеліп, қолдап, лайктарыңызды басып, сұрақтарыңыз болса, пікірлер қалдыратын жерге жазып сұрауыңыз мархабат. Мен ылғи пікірлерге жауап берем. Содан кейін осы тракторлерге шолу жасап, қызық бейне түсірілімдер шығарамыз. Трактор 922, Қазақстанның шығарылымы. Мұнда қозғалтқышы D245.5 90 атты күші бар, турбинасы бар. Алдыңғы көпірі порталды, күшейтілген емес. Сол екі көпірдің айырмашылығы неде десеңіз, мысалы порталда оның доңғалақ арасындағы қысқартылады, ұзартылады, ол жүгері, одан кейін айтады көкөністер егетін. Онда междурядный обработкада осы мост алдыңғы көпірі қолайлы. Ілмелі аспапқа келсек, осы трактордың оның жүк көтеруі 3200 килограмм. Гидравликалық қысымы, максималды қысымы 20 мегапаскаль. Сорғының өнімділігі 45 литр минутына.
Гидробактың сыйымдылығы 25 литр. Осында әлмелі аспап. Машиностроительный завод МТЗ Казахстан. 23 жылғы тракторлер. Да, екі гидровыход бар артында. Осындай су жаңа тракторлер шығарылады. Мархабат, алдарыңызда Қостанайлық тракторлық заводтың 1222.3 деген үлгісі, соған шолу жасаймыз. Мұнда қозғалтқышы жабық болғанмен, бірақ характеристикаларын айтып кетейін. Қозғалтқышы D260 2S деп аталады. 96 киловатт, 130 ат күші бар. Номиналды айналым 2100 оборот минутына болады. Максималды айналым ньютон метрге санасақ 500 оборот. Бұның бағын көріп отырсыз. 135 литрден 140 литрге дейін сияды. Доңғалақтары. Оның доңғалақтары алдыңғысы 420 70 R24. Артыңғы доңғалағы 18-ші, радиусы 38, көріп тұрғаныздай. Әдейілеп істеген. Неге десеңіз, мұнда тағы доңғалақ қосу мүмкіндігіңіз бар. Сонда артында екеу емес, артында 4 доңғалақ бола алады. Әлмелі аспапқа келсек, жүк көтергіші мұнда 4200 кг. Гидравликалары. Гидравликалық максималды қысымы 20 мегапаскаль. Сорғыштың айналымы 51 литр минутына береді. Гидробаққа 28 литр майы сияды. ВОМ стандарт 540 обороттан 1000 оборотқа дейін. Астында беліс қорабымен алдыңғы мостарын қарап шығамыз. Артыңғы мостары, көпірі. Алдыңғы мостардың көпірі. Редукторы, карданы бәрі осында. Беріліс қорабына келсек, мұнда беріліс қорабы құрғақ 2 дискілі. Беріліс қорабы синхронды. Алға 16 беріліс бар, артқа 8 беріліс бар. Бұл трактор сатылып кетті. КХ Алиев деген
шаруа қожалығына. Әдемі фарлары үстінде, айналары, терезелері. Трактор жабық болғанымен біз қарап шығайық. Беларусьтың сборкасы мен Қазақстанның шығарылымының айырмашылығы мүлдем жоқ. Сол бір трактор. Айырмашылық тек қана субсидия жағынан. Қазақстандікіне 30% беріледі субсидия, ал Беларусь еліне 25% субсидия қайтарылады. Осы тракторлерді Казагрофинанс арқылы, аграрно-кредитный корпорация арқылы алуға болады. Ол үшін пікірлер жазатын жерде нөмірімді қалдырып кетем. Қандай сұрақтарыңыз болса, немесе пікірлерге, немесе хабарласып звондауға болады. Осы тракторды мен сізге көрсеттім. 1025.2 қанат ағамызда түсірілім бар осы тракторге. Өте әдемі, жаңадан. Алдамызда Беларусь 921. Ол алдыңғы моста күшейтілген балка. Бірақ оның жерге дейін ара қашықтығы күшейтілген. Ол үлкен фермаларда, мысалы мал шаруашылығына арналған. Неге десеңіз, оның биіктігі кабинасына 2450 мм. Биік трактор емес. Сондықтан оның айырмашылығы осында. Оның мысалы ені 1,5 метр ғанақ. 1550 мм. Нақты айтсақ. Көрдіңіз ба? Сондықтан әр тесікке кіріп жұмыс істейтін трактор. Алдына да күн ілінеді. Оның жүк көтергіші 1000 килограммнан аса береді. 1400-1600 көтеретін күндарды ілеу беруге болады. Артынға ілмелі аспапқа қарасақ. Қозғалтқышы мұнда 4 тактілі. Қуаты оның 2 қозғалтқыш қойылады. D245.5SD және 245S.5S2 деп. Айырмашылығы 5. Біріншісінің 89 атты күші, екіншісінің 95 атты күші. Ол сізге енді өзіңіз таңдайсыз, қандай трактор сізге қандай қозғалтқыш керек. 4 цилиндрлі. Багының сыйымдылығы 95 литр. Ілмелі аспабына қарасақ. Ілмелі аспап мұнда 3600 килограммға дейін көтеріледі. 3 нүктелі. Вомның обороттары 540 мыңға дейін, сол стандартта. Гидровыходтар бар. Мұнда максималды қысым гидравликаның 20 мегапаскаль. Сорғының өнімділігі 56 литр минутына. Май құятын гидробактың сыйымдылығы мұнда 45 литр.
міне олардың түрімен тұр. Сол бір тракторлер МТЗ 921 деп аталады. Доңғалақтарына келетін болсақ, доңғалақтарының өлшем бірлігі 16,9, радиосы 30, ол артыңғы доңғалақтары. Белшина. Алдыңғы доңғалақтары 13,6, радиосы 20. Компрессоры. Көңілсеңіз, гидравлика шлангыларымен жұмыс істейсіз. Ішіне қарасақ, тракторлер жабық, сондықтан осылай көрсетуге мәжбүрміз. Ол жағынан ренжімейсіз. Алдыңғы ілмелі жүктері 20 килограммнан болады, әрқайсысы. Сонда мұнда 200 килограммдық алдыңғы жүктері ілінген. Алдыңғы мосты күшейтілген балка, міне көріп отырғаныңыздай. Капота алдынан ашылады. Капоттары темір. Мұнда тағы екі гидровыходтары бар. Ал құрметті көрермен, тағы қайталап кетейін. Есім Ерлан Арым болады. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау арнасы. Бейне түсірілім сізге ұнаса, осындай бейне түсірілімдер шыға берсін десеңіз, Құдай қаласа арнаға тіркеліп, лайкты басып, сұрақтарыңыз болса пікірлер қалдыратын жерге сұрақтарыңызды қойып, сұрауыңыз мархабат. Мен сұрақтарға міндетті түрде жауап берем. Осы техникалардың барлығы лизингке және қолма-қол ақшаға сатылады. Хабарласам десеңіз, 2 нөмірім пікірлер қалдыратын жерде тұр. Инстаграм арнам тұр. Одан басқа сұрақтарыңыз болса, сонда сұрауыңыз мархабат.